Аққайың ауданына қарасты Дайындық ауылы аудан орталығынан 21 шақырым жерде орналасқан. Қайта түлеген ауылда тұрғындарға тұрмысқа қолайлы жағдай жасалған. Мұның бәрі осы ауылдың бас көтерер азаматы Дайындық агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің білімді де тәжірибелі басшысы Біржан Шаймерденовтың арқасы. Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізген жылдары құрылған серіктестік 26 жылдың ішінде биік белестерді бағындырды. Оны басқарып отырған кәсіпкер шаруашылықты ғана дөңгелетіп қоймай, ауылды да болашағы зор елді мекендердің қатарына қосты. Ал бүгінгі күні әкесін ұлы Олжас Шаймерденов жалғастырып келеді. Кеңес кезінде қирап үйінділердің астында қалған ауылдың бүгінгі келбеті көз қуантарлық. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында елді мекенде 20 шаңырақ қана қалса, бүгінде 80-ге жуық отбасы түтін түтетіп отыр. Ауыл тумасы Біржан Шаймерденов 2028 жылға дейін бұл санды 100-ге дейін жеткізбекші. Дәл сол жылы Дайындық ауылы өзінің 100 жылдығын атап өтпек. Біржан Шаймерденов ауыл шаруашылығын, соның ішінде егін шаруашылығын 1997 жылы қолға алған. Алғашында елігінде 1000 гектар жер болса, бүгіндері 15 000 гектар жерге дәнді және майлы дақылдың түр-түрін егеді. Сол 15 мыңға 10 мың гектарына бидай егеміз. 1,5 гектар мал шаруашылығы болғандықтан соған кукуруз егеміз, жүгері. Сенаж егеміз, шөп егеміз. Қалғаны майлы дақылдар егіледі. Енді егін шаруашылығына келіп болса, бидайдан где-то бір 20 центнерден алып отырмыз. Биыл жауын аз болды бізде. Соған қарамастан 20 маңайында, 18-20 маңайында бидайдан шығым алып жатырмыз. Рапсқа келетін болсақ, майлы дақылдан онда 20% алып отырмыз. 2019 жылы серіктестік мал шаруашылығында қолға алды. Осы жылы Дайындық ауылының жанынан 1200 басқа шақталған сүт тауарлы фермасын ашты. Австриядан 600 бас симментал тұқымды қара мал әкелінді. Жыл өткен сайын тайыншалар төлдеп мал басы артты. Биыл фермаға қосымша 250 бас мал жеткізілді. Бүгінгі күні кешендегі асыл тұқымды қара малдың саны 2000-ға дейін жетеді. В 2020 году приехала. Дайындық ауылына ең алдымен үлкен апам келді. Кейін 2020 жылы мен де жолдасымен көшіп келдік. Мен малға қарасам, жолдасым алқапта жүреді. Серіктестік басшылығында тұрған Біржан ағамыз бен ұлы Олжас Біржанұлы өте қарапайым адамдар. Бізді жылы қарсы алды. Ауылдан үй берді. Үйіміз жылы әрі кең, суы да ішінде бар. Оның үстіне жол мәселесі де жоқ. Шаруашылықтан түскен қаржының бір бөлігін кәсіпкер Дайындық ауылын дамытып көркейтуге бағыттайды. 26 жыл ішінде ауылда тұрам, жұмыс істеймін деген азаматтарға үй салумен қатар жол, су, жылу мәселесімен әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылысында назарға алынды. Соңғы 5 жылда ауыл мектебінің ескі ғимараты қайта жаңартылып, балабақша, фельдшерлік-акушерлік пункт, мешіт салынды. Ал бүгінгі күні кәсіпкер 17 үйдің құрылысын қолға алды. Әрқайсысына 10-12 миллион теңге бөлінген. Бүгінде әкесін ағамыздың ұлы Олжас Шаймерденов те абыроймен жалғастырып келеді. 8 үйдің фундаментін құйып, міне 4 гараж құйылды. Оған қоса летний кухнясымен бірге болады осы үйлер. Ауыл тұрғындарына салынып жатыр. Бұл үйлерде специалисттар тұрады. 17 үй болады осы жерде. Сол осы ендігі жылғы күзіне дейін осы үйлерді аяқтауға дайындалып жатырмыз енді. Рабиға Күлманова 26 жастағы ұлымен осыдан 2 ай бұрын Дайындық ауылына Түркістан облысынан көшіп келген. Өзі кешенде бұзау бағушы, ұлы механизатор болып еңбектенеді. Бұзауға қараймын, осылардың астын тазалаймын, сүт беремін. Айлығым жақсы деп мақтағаннан кейін келіп өзім көріп кеткем. Содан жоқ, нормально, жақсы, 250 мың айлығым. Директор Біржан аға рахмет. Үй беріп, жағдайын бәрін жасады. Әке көрген оқ жанар демекші Біржан ағамыздың кәсібін ұлы Олжас жалғастырады. Жас кәсіпкер әке аманатын сақтап, ауылдастары өзіне артқан сенімді ақтап шығу үшін абыройлы еңбек етпек. Майгүл Сейілбек, Михаил Казначеев, жаңалықтар қызметі.